Сәлем достар, сіздермен бірге мен Қазбек Арыс. Бүгін біз хардкорды жаңа мен қарным быт тасып қалыпты. Алдыңғы серияда біз осындай өте біртүрлі бір үй салған болатынбыз. Бүгінгі серияда енді мен суындық жасаймын. Және бұл жерден шақты қазуға тура келетін болады. Угіл таппаған болатын мен алдыңғы бір шахтамда. Егер де білмесеңіздер, алдыңғы бөлім емес, осыдан бұрынғы бөлім. Так. Барайын десем, бірақ менде угіл жоқ. Угіл жасауға оп-оңай мүмкіндік бар. Менде және броня бар. Ұмытып қалыппын қашан алғанымды осы броняларды. Так, кеттік. Үйіміз қайда біздің? Ана жақта ғой. Маған төсек ұстау керек. Біз және бүгін өте шахтаға түсу деген мәселемен емес бұл серия. Бұл серия мүлдем басқаша. Лестницаларымды кетіртейін. Керемет маған лестница өйткені. Және де мен қызықты мәліметті енді ғана байқап отырмын. Ол өте біртүрлі екен. Енді ғана біліп отырмын. Ойлаңыздаршы, Майнкрафтты біраз уақыт болды ойнап жүргеніме. Ол лавамен не жасауға болады екен. Қалай айтсам болады. Заттарды пісіруге болады екен. Енді біраз уақыт қана болды мен білгеніме. Нұрлан Қаламның видеосынан байқадым мен оны. 28 болды. Тағы да 32 жасап қойық. Бірақ менде палка жоқ. Палка істер. Бітті менде енді 32. Енді маған ағаш ою керек достар. Білмеймін видео қашан шығатынын, өйткені менде интернет те жоқ, және де интернет Қазақстан бойынша жоғалған болатын. Ал қазір кішкене жақсырақ болған ғой деймін, өйткені қазір интернет жақсы ұстап жүр. Жаренный лось деп аламыз. Типа мен тамақ ішкеннен көріп, что-то мен қазір жақ қоятын сияқты ғой деп ойланған сияқты ойнау. Дегенмен миы бар екен. Төртеу бізде. Бесеу. Андай ағашты айтпашы, мен бірінші рет көріп тұрмын. Бұл андай неге болмаймын екен? Андай бір кездесетін 001 дегендер өшеді ғой. 0,000000001 деген. Сондайларда кездеспеймін екен. О май гад. Бұл жақта және де қойлар жоқ екен. Өкінішке қарай қойдың жүнін алақ десек. Оңырына осындай тауықтар бар. Осындай бәп-бәттей ғана қаралда тұрады екенбіз біз. Қазір мен мынау аралға жолашам, анау аралға жолашам. Бірақ маған ең алдымен осылай істеу керек. Бір сақтың өзі әсетелде. Үйіміздің алдында тұрған андай ағаштарын айтты маған.
шахтаның қасында тұрған. Осындай ағаштар күшті. 5 сағат алмайсың. Походу түн батып келеді. 2 стак қалаған мен. О. Уху. Алтау. 24 қана шығады екен. Алтын 4-ке көбейтсек 24. Математика деп қойын ба. Стоп. Болды ғой. Менде бір шеріст қанақ бар бірақ. Так. 60 шығады екен. Елу 8 шықты. Блоктардың бәрі жетеді деп ойлаймын енді. Бірақ енді песок керек емес. Болды. Кетті. Жолға шығамыз. Қайсыған барсақ болады екен бірінші. Бүгінгі серияларда біз мәссаған видеоға 6 минут олжа болып кетіпті. Так. Бұл құлақ кетпес үшін осылай отырып істейді. Егер де білмесеңіздер айтып қойайын. Мына жерде екен. Опа. 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 Опана. 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 Оп. Жоқ, түн батып келеді. Енді үйде отырамыз ба? Төсексіз. Бұл деген өте қиын болады. Уақыт біткеннен тосып отырамыз біз енді үйде. Анау жақта да қой жоқ. Енді отырамыз езіп. Керек емес заттарымызды салып қойық. Енді бұл хардкор әлі емес. Бірден айтып қойын. Сен қайтпай жаратсақ килл деп басып қоюымды мүмкін мен. Маған керек емес. Факел керек. Хотя никтан бір 8 болғанда никтардың саны. Хотя менде бір досым шығам екен. Дос. Мандай. О! Ей, ти. О. Алло, кім бар? Сен не істейсің ал, балапан? Маған ат қойып көріңіздер, достар. Видеоны до конца көретін болсаңыздар, осы біттей бір балапанға ат қойып беріңіздер. Бұған мен ас кәдіршік қоя алмайым. Істіп қойық, әдемі болады сонда. Оп. Енді опа.
қарай аламыз. Енді екеуміз әңгімелесейік, қайда кеттің? Достар, не істейтінімді білмеймін, уже 10 минут болып кетіпті. Мен бұл видеоны 15 минутқа дейін созатын емеспін енді. Қазір 1 секунд өтеді, күн батты. Мә, достар, қарным ашық болды ғой кәдімгі. Монстрлар жоқ. Мәссаған. Ана жерде крипер жүр ғой. Зомбилар жоқ па? Походу зомбилар спаун жеткен жоқ. Криперларды жоямын мен. Үштел зомби. Крипер қайда? Алло. Достар, крипер қайда кетті? Оп, және оп. Енді менің жолыма ешқандай моб кіре алмайды. Достар, істеген жоқ па екен? Крипер қайда кетті сонда? What the fuck? Стоп, мен тамақтанып келейін. Қарным жаман ашып қалды. Опа, міне ақ қой. Менде қой өкінішке қарап осылай болып көрінетін болып қалды. Бұрынғы бір мебель мод болған деді менде. Содан кейін менде осындай болып қалды қойлар. Сергіп қалдым. Зейін атты енді болайық деді. Үйден конкретный тамақтан шығу керек ма? Осы ең бір... Ой, бүтте болапын. Шек тауықтың еті бар және голод. Төсек жасай алмайтын болдым. 2 паук шықса енді. Голод қашан бітеді. Ой, бой. Кет. Бәт голод. Зомбидің етін жем керек болса. Қарым ашып тұрады. О, шуланбадым. Сонымен крипер жоқ болып кеттік. Ай, бұй. Опана. Достар, мен сіздерге бұны көрсетпей қойын. Достар, білесіздер ме, мен ең қатты қорқатын Майнкрафттағы не екен? Ол әрине найзағы хардкорда ол сенің үстіңе соғып қалса, біттіңіздер.
Осыларды өлтірсек бітті. Айтпақшы, бұл 3-ші серия. Достар, наконец-то жеттік. Қараңыздар, қанша блок кетті. Және енді бізде 2 арал. Жылқы жүрген еді. Немене болған? Хардкор әлемде бір нәрсе бар ғой. Бір жылқы жүрген еді. Жарайды, мен қайтайын. Бұл жерді біріктіру ғана болды. Бұл жол негізінде біріктіру үшін ғана. Опа. Ой, видео болып жатыр екен ғой. Көріп тұрсыздар, менің қарным қалай ашып жатыр. Свинья, рендеме, храм, мерген. Туман бузник керек болып жүр. Мен 13 жинадым, жететін тешер. Қарным ашып барады. Сен істе берсің. Тауық мырза. Екі балкан кетірдік. Біреу анық бізді. Қарым асты. Тәтті сияқты. Жарайды, осымен видеоны аяқтайтын шығармыз. Егер де әрине видеоны лайк басып, комментарий қалдырып, және подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған мен Қапысбек Арас, және де Бітті Балапан. Сіздер бәріңізге сәттілік, сау болыңыздар.